Келесі 695-ші есебіміз. Жақшаларды ашып, өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Біріншісі 3а минус в минус 2а плюс в. Жақшаларды бірме-бір көбейтіп ашамыз. Сонда 3а минус 3в болады, минус 2а минус 2в болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. 3адан азайтсақ 2аны, аның өзі ғана қалады. Минус 3в-дан 2в-ны азайтсақ, минус 5в қалады. Ал не деген сындықты өтті. Келесі екіншісін шығарайық. 4х қосылған y қосылған 5 2х минус y тең. Так, 4х болады қосылған 4y қосылған 10х минус 5y. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. 4х-ке 10х қоссақ 14х болады. Азайтатын болсақ y кетен болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 2,4 с азайтылған 3d минус 1,3 2с минус d тең. Көбейтейік. 2,4 с азайтылған 2,4-ті 3-ке көбейтетін болсақ 7,2d болады. Минус 2,6 с. Одан кейін плюс болады да 1,3 d-ға тең болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіріп шайық. Азайтатын болсақ минус 0,2 с-ға тең болады. Енді d-ларды біріктірейік. Ол да бізде минус болады екен, минус 5,9 d-ға тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. Минус 4-тен 3-тен 1 m қосылған n. Минус 4-тен 1 3m қосылған n. Тең. Так, көбейтетін болсақ қысқарып кетеді, 3-тер. Сонда минус 4-тен 1 m-ге тең болады. Минус, енді n-ге көбейтетін болсақ, минус 4-тен 3 n-нің өзі болады екен. Минус 4-тен 3 m, 4-тен 3 m, так, азайтылған 4-тен 1 n болады екен. Тең. Так, ұқсас мүшелерді біріктірейік. Сонда бөлшектің бөлімі 4 болады да, алымында минус 4m. Мына жақта да дәл солай болады. Сонда жақшаның сыртына 4 шығарып жіберсек, минус m азайтылған n ғана қалады екен. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 696-шы есебіміз. Өрнекті ықшамдап, оның мәнін табыңыздар дейді. Бірінші ықшамдап алайық, одан кейін барып аның нәтижесін орнына апарып қоямыз. 7 0,15а қосылған 1 қосылған 1,15а минус 9 тең. Так, жақшаны ашып алайық. Ол бізде 3,15а болады. Қосылған 7 қосылған 1,15а азайтылған 9 тең. Ұқсас мүшелерді біріктіріп алайық. Сонда 4,5-ке тең болады. 5а болады. 7-ден 9 алатын болсақ, минус 2 болады. Тең. Енді аның орнына минус 0,8 қойық. 5 көбейтілген минус 0,8 азайтылған 2. Ол дегеніміз, так, көбейтетін болсақ 4-ке тең, минус 4 азайтылған 2
тең болады жауабы минус 6-ға. Келесі екіншісін шығарайық. 3,5 3 азайтылған 4v минус 5,7 қосылған 8v тең. Так, жақшаның ішін ашайық. 10,5 минус көбейтетін болсақ 14v болады. В минус 5,7 қосылған 8v тең. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. Әріпті өрнектер шығаратын болсақ 4,8v в емес әріпті өрнек қой бізде. 4,8 азайтылған, азайтатын болсақ минус 6v-ға тең. Енді бұның нәтижесі бізде 1,3-ге тең. Орнына апарып қояйық. 4,8 азайтылған 6 көбейтілген 1,3 тең. Сонда 4,8 азайтамыз 7,8. Жауабы тең болады минус 3-ге. Келесі үшіншісін шығарайық. Минус 6. 3-тен 2-сі қосылған 1 қосылған 7-сі қосылған 5 тең. Жақшаның ішін ашайық. Сонда қысқарып кетеді, 2 болады. Көбейтетін болсақ минус 4-сі болады. Минус 6 болады. Қосылған 7-сі қосылған 5 тең. Ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ 3-сі болады. Так, минус 1 болады. Так, сының орнында 7-ні қойыңыз деген. 3 көбейтілген 7 азайтылған 1. Ол дегеніміз 21 азайтылған 1. Нәтижесі 20-ға тең болады екен. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 697-ші есебіміз. Компьютерде терушілерге берілген шығарманың бет саны А-ға тең. Олар бірінші күні барлық шығарманың 5-тен 3-ін терсе дейді. Бірінші күні барлық шығарма бізде А-ға тең, оның 5-тен 3-ін тереді. Ал екінші күні барлық шығарманың 4-тен 1-ін терсе, шығарманың неше беті терілмей қалды дейді. Енді бұны ондық бөлшек түрінде жазып алсақ, 5-тен 3-ті 0,6 деп алсақ болады. Ал 4-тен 1-ді 0,125 деп белгілеп алайық та. Енді бізде барлығы А ғой, А-дан азайтамыз 0,6 қосылған 0,125 аны. Ол дегеніміз сонда жақшаны ашайық. А минус 0,6 азайтылған 0,125 сонда жауабы тең болады 0,115 ға. Шығарманың 0,115 беті терілмей қалған екен. Келесі 698-ші есебіміз. Мектепте 24 сынып бар. Ода 764 оқушы оқиды. Мектепте 32 оқушыдан кем оқушы оқитын сынып бар екенін дәлелдеңіз дейді. Бізде 24 сынып бар екен. 764 оқушы бар, Ода 764 оқушы бар. Әрбір сыныпта 32 оқушыдан кем оқушы оқитын дәлелдеңіздер деді. Ол үшін 764 оқушыны 24 сыныпқа бөлейік. Сонда әр сыныпта қанша оқушыдан шығатынын білеміз. Сонда бізде 31 оқушыдан болады да, оқушы әр сыныпта. Ал 20 оқушы бөлінбей қалады. Егер 31-ге бөлетін болса, оқушы қалады.
Енді ол 20 оқушыны әрбір сыныпқа біреуден бөліп береміз ғой. Сол кезде кейбір сыныптарда 32 оқушыдан болады. Яғни 20 сыныпта 32 оқушыдан болады екен.